Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге YouGov арқылы атыңызда мүлігіңіз бар немесе жоқ туралы справканы қалай алу керектігін көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдау кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. YouGovқа кіріп аласыздар. YouGov приложение, телефоныңыздағы приложение арқылы QR-ды сканерлеп немесе ECP ключтарыңызға арқылы кірсеңіздер болады. ECP ключтарыңызбен кірсеңіздер, сіздерге код барады. Сол кодты жазып, осылай YouGovқа кіріп аласыздар. Кірген кезде сіздерде басты бетте недвижимость деген бөлімге кіресіздер. Показать всені таңдайсыздар. Осы жерде справка F6 деп тұрады. Наличие недвижимости деп тұрады. Соған кіресіздер. Заказать услугу онлайн таңдайсыздар. Сіздерге 3 шаг шығарып береді. Ең бірінші шақта получить услугу деген жерде на себя, на ребенка деп тұрады. Сіздер өздеріңізге де немесе балдарыңызға да осылай шығарып берсеңіздер болады. Мен де қазір өзіме шығарып жатқандықтан өз на себя дегенді таңдаймын. Әрі қарай қалаларыңызды таңдап аласыздар. И подписать, получить справку деген таңдайсыздар. Сіздерді екінші шаққа өткізеді. Бұл екінші шақта сіздерде ECP ключтарыңызбен қол қою керек боласыздар. Мне осылай подписаться, использовать электронный цифровый деп тұрады. ECP дегенді таңдайсыздар. Носитель информации дегенді таңдайсыздар. Осы жерде сіздер ECP ключтарыңызды таңдап, парольдарын жазып, подписаться етесіздер. Сонда сіздер үшінші жаққа өткізеді. Сол жерде сіздерде справка дайын болады.